Кешелі бері Гүлайымде ұйқы жоқ. Атар таңды көзімен атқызған оның тұла бойы зіл қара тастай ауырлап, тыныс алуы да жиілей түсті. Анда-санда ғана ыңырси қиналған оның дауысы қатая түсіп, аһлеп-уһлеуге ұласқан. Белі айналып сыздап, сай-сүйегі сықырлап, жүрегі алқымына тығылып, іші де бүре түседі. Кейде бәрі тынышталып, көзі жұмыла кетеді де тәтті түстер көреді. Ара-тұра өткен күндердің елесі қылаң беріп, еріксіз жымия түседі де, артынша оқыс ыңқ етіп қабағы кіржие қалады. Еселмен танысқан сол бір кеш Гүлайым жадында өшпестей сақталып қалды. Жаңа жылдың алды болатын. Топтағы қыз-жігіттер бас қосып, бір үйде отырыс ұйымдастырған. Сол отырысқа Есен де келді. Кейін білді, ол Айжанның жігітінің досы екен. Алғаш ештеңеге мән бермеген Гүлайым сөзге тартқан оған қисық-қыңыр сөздерімен бұлдана жауап қатқысы келмейтін сыңай танытты. Дегенмен сол бір кеш, бұл отырыс оның өміріне ерекше күй сыйлаған. Көктемнің тәтті лебін иіскегендей құшырлана түнгі ауаны қайта-қайта жұта берген. Мезгілсіз келген көктемім деп іштей айдар тағып та үлгерді. Әйтсе де бұрынғы қыңыр мінезіне басып, оған соншалықты иліккендей сыңай танытпады. Оған алаңдаған Есен жоқ. Тәкаппар қызды баурап ала жөнелген. Бас-аяғы 2-3 айдан соң екеуі отау құрып шаңырақ көтеріп те үлгерді. Міне содан бері күнді түн алмастырып, уақыт шіркін тоқтаусыз өте шықты. Зымырап өтіп жатқан есіл күндерде есеп болсайшы, есін жиып айналасына қараса, 15 жыл өте шыққан екен-ау. 15 жыл. Айтуға оңай-ау, дегенмен 15 жылда 15 рет өліп-тіріліп, шықпа жаным шықпамен күн кешкенін кімге айтып шағымданбақ. Есенмен бас қосқан алғашқы жыл ың-шыңсыз бақыттың бесігінде тербеліп, көрген түстей ғайып болды. Екінші жыл жөргек иісін, сәби үнін аңсаған екі жүрек ой мен қырға шапқылап, үміт отын жалау етіп, тоздырмаған есігі қалмады, болмады. 5-ші жыл дегенде бәрінен күдер үзіп, өз жарынан өзі бас кешкен Есеннің өзге бақтың алмасына аңсары ауды да тұрды. Мұны Гүлайым сезбеді ме? Сезді, бірақ көз жасына ерік беріп, жалғаннан бұйырмаған бақытын тілегеннен өзге қолдан келер шарасы жоқ еді. Ақ халаттылар үзілмес үмітіне алдандырып, сыпайы күліп, екеуін талай шығарып салды да. Тәуіп, балгер, тіпті сыған әйелдеріне де пал аштырған Гүлайым көмескі жылдыраған бір үміттен күдер үзбей, күдіктене тұра бір ғажайыптың боларына сеніп, алдағы күнге иек артатын. Үміт пен тілек, күдік пен үрей қатар өрілген сондай күндердің бірінде ұзақ таңға көз ілмей жаратқаннан жалбырана бір перзент сұрайтын. Ұл, қыз деп ара жігін ажыратып айтпастан, тек сәби деп езілген жүрегі қан жылап, көз жасына еріксіз тұншығатын. Қанша таңды жылаумен атырып, таң ата талықсып кеткен кездері қаншама. Жылаған үстіне жұдырық дегендей, Есен де араққа құмартып, үй жайын ұмытатын әдет тапты. Ол аз болғандай енесі Қатира. Сен қатын, баламның бағын байладың, 15 жасар қыз әперіп, немере сүйермедім, сен сықылды бедеуге байғұс балам неге сонша байланып, тұсауланып қалды осы? Құдай-ай, төбеңнен сонша шырақ жанып тұрмайды, деп сұңқылдап, ауылдан апта сайын жетіп келіп, шаңын қағып, жаншылған жүрегін одан сайын тілімдейтінін қайтерсің, оны да түсінуге болады. Бірақ сөйтіп жүргенде суға кеткен тал қармайды демекші, сүйген жары, арқа сүйер ер азаматы, 5 баласымен жесір қалған егде әйелдің қойнынан бір-ақ шықты. Тіпті сол әйелдің елуді еңсеріп қалған егделігінде елемеді. Көзін шел басып, ақылдан адам алжасса қиын екен. Шарасыз қалған бұл тым болмаса жастау біреуді таңдамағанына күйінетін. Жетіскеннен емес, тым болмаса бір перзент үшін, бір перзент үшін күйеуінің күн жарықта көзіне шөп салғанын кешіруге де бар еді. Амалы таусылған Гүлайым дағарадай ақ үйде қу тізесін құшақтап жалғыз қалды. Шын жанашырының тым аз екенін, жалғыздықтың не екенін алғаш ұғынған сонда. Араға айлар салып, араққа салынған Есен жұмысынан бір жола босап қалды.
Араққұмар маскүнемді егде тоқал сол күн-ақ бала-шағасының нанына ортақ қылмай барар жолын сілтеп жіберген. Үйге келуге беті жоқ, намысын жонып, әр жерде бір түнеп жүрген, екі иығына екі кісі мінгендей ер азаматтың сүле сопа күйін көрген Гүлайым шыдай алмады. Оған қанша өкпелі болса да үйіне алып келді. Бәріне көз жұма қарап кешті, кешірді. Қайтсын, ол қай бір жетісіп жүр дейсің? Таныстар арқылы қайта жұмысқа орналасқан Есен бір шама ес жиғанда екеуі ақылдаса келе бала асырап алуды мақсат етті. Алайда оның да сәті түспей қойды-ау. Сонымен отбасылық өмірінің 10 жылы өтіп те кетіпті. Гүлайымның қан қысымы қайта-қайта көтеріліп, дәрігерлерді біраз сарсаңға түсірді. Укол салып, біраз ем-домын жасап, зыр жүгіріп жүрген медбикелерді сонша әбіршіткеніне іштей өзі де ыңғайсызданып жатыр. Жасы ұлғайса да ота жасауға тағы келіспеді. Алайда белі құрғыр сырқырап, қол-аяқтарынан жан кеткендей әлсірей береді. Жарық дүниенің жаннан артық екенін бар болмысымен сезінген. Бұйра бас қайыс қараның да бұған мейірімі ерекше. Арқасын, белін сипап, сәл ғана шыдауын өтініп қояды. Көктемнің жаңа келген кез еді. Жер лайсаң, көктің иісі шығып, күн райы ерекше мейірім төгіп тұрған. 18 бен қайран 25 болса, жан дүниеңе ерекше бұлқыныс сыйлайтын шақ. Ойда жоқта Есен жұмыстан ерте оралды. Бұл кезде арақты ойып, қайта оңалған кезетін. Өңі бір түрлі алабұртып, нақ қыз қолын ұстаған бозбаладай толқи, реңіне қызыл леп жүгіріп, келген бойда келіншегін қапсыра құшақтап, Гүлайым деймін, тез киінші тез. Не болды, не боп қалды, деді Гүлайым үй шаруасымен әурелене самырқау бас көтеріп. Киінші жолай айтармын. Есеннің жауабы қысқа болды. Бұл әйелдік мінезге тән әдетпен енді шындап қызыға түскендей сұрақтарын үсті-үстіне жаудыра берді. Көбісі жауапсыз. Күйеуінің әнтек қылығына таң қалғанымен көтеріңкі көңіл күйін бұзғысы келмеген. Тойға барардай бар жылтырағын тағынып, сыланып алды. Тіпті аяғына өкшесі біздей қымбат туфлиін де киюді ұмытпады. Күлкілі, тапа-тал түсте шақырусыз, ескертусіз, бұлар қайда бармақ? Мейлі, деді іштей. Әйтеуір бір жақсылықты жүрегі сезеді. Содан бұлар жоғары жылдамдықпен ештеңеге алаңдап жатпастан қала сыртындағы балалар үйіне тартып кеп берсін. Жақын қалғанда үнсіздікті ерінің өзі бұзып, Гүлай деймін, Алла берсе бізге осы жолы берер. Қашаннан хабарласып жүредім, менің тегіммен аттас ұл бала түсіпті. Балалар үйін айтам. 1 айлық па, әлде одан да кіші ме? Әйтеуір кеше түнде ардан безген біреу қоқысқа тастап кеткен жерінен тауыпты. Қызылшақа тірі көрінеді. Не? Гүлай деймін, бұйыртса сол баланы біз екеуміз асырап алайықшы. Ол періште ғой. Өмір есігін ашар ашпастан жетім болуға қақысы жоқ. Шет елге асып жатқан, тастанды болып, көздері жәутеңдеп, ата-ананың жылуына, мейіріміне зар болған бейкүнә сәбилер аз ба? Гүлай деймін, ол бала менің, біздің баламыз болуға тиіс. Гүлай деймін, қалайша ол бала кімнен, қайдан? Жоқ, деді Есен бірден кесіп. Ол біздікі, бізге Алланың өзі жіберген сыйлығы. Есен тоқтаусыз сөйлеп келеді. Ерінің көзінен ытқып шыққан мөлдір тамшы рөлді ұстаған күректей қолдарында жылтырап тамып жатқанын байқаған әйел бірдеңе деуге оқталды да бата алмады. Өзі де сол кезде көз жасына ерік берген. Иегі кемсеңдеп, тілі байланғандай аузына жөнді сөз түспеді. Содан не керек? Сол баланы айлап, табанынан тозып, бүкіл құжаттарды жинақтап, Ерасыл деп ат қойып, тұңғыш перзенттеріне дүркіретіп, ат шаптырым тойханада бесік тойын тойлады. Бала асырап алудың да машақаты аз емес екен. Қағаздарын толтырып, жинап жүріп, бермей қояма деген іштей қорқыныштары да жоқ емес еді. Біздей балаға зар мұңлықтарға қуана берсе болмас бекен деген пендешілік ойы да қорқытып барып әзер тілектеріне жеткізді-ау. Ерасыл үйге қалай келді, солай бұл үй базарға, думанға айналып жүре берді. Бұл кезде Гүлайым де бар шаруаны жиыстырып тастап бала күтіміне көшкен.
тумаса да туғандай көріп, емешегі езіле жаздап елпелектегенде ешкім өз баласы екеніне күмән келтірмейтін. Сол күндер, сол сәттердің қаншалықты бақытқа толы екенін қызыл тілі жеткізе де алмас. Араға жыл салып, адуын енесі Қатира үлкен ұлдың ізін басар немересінің жоқтығын бетіне басып, Гүлайымды кінәлаумен дүниеден озды. Бір арманы кеудесінде өксік күйінде кеткеніне іштей налыса да, ол қайғы тез ұмытылғандай еді. Ерасыл 3-тен асқанда Алла назар салды ма, Гүлайым өн бойындағы өзгешелікті сезді. Алғашқында ауырдым деп жүріп, кейіннен ұзаққа созылған ауруының жүктілік екенін білгенде төбесі көкке жеткен. Иә, 14 жыл дегенде неге таң қалмасын, неге қуанбасын? Дәрігердің сараптама қорытындысы мен анықтамасын алғанда екеуінің жүрегі жарыла жаздауға шақ қалды. Гүлайымның аяғы ауыр, Гүлайым 2 қабат, Гүлайым ана болмақ. Оның енді 2 баласы болады. 14 жыл дегенде келген жыл құсындай жылы жаңалық. Не деген көл көсір бақыт. Аңсаған осы емес пе? Есеннен бел бала тұяқ қалмақ. Қанша уақыт күйзеліп, қайғыдан қабырғасы сөгілгенде, мұның көз жасын қабыл қылған жаратқанға мыңда бір шүкіршілік етті. Есеннен тіпті ес кеткен. Ерасылым бір, келіншегім бір құшақтап, жас баладай бірде жылап, бірде күліп, өзге жанның кейпін киді де қалды. Енді сен Гүлайым ғана емессің, менің күн айымсың, деп есі шыққан Есен сол сәттен бастап шын бақыттың дәмін енді татқандай, 4 құбыласы түгелденгендей ғаламат күйді кешірген еді. Сол сәттен бастап әйеліне үлкен ынтызармен қараған жігіт ағасы оның әр қылығына сүйсіне қарап, асты-үстіне түсіп, бәйек болды да қалды. Кешелі бері Гүлайымнен маза қашты. Айы күнінің жақындағаны уақыт келген сайын бір түрлі қобалжытуда. Іштей өзін, қойш тәйірі, бала босанғаннан кім өліпті, деп жұбатқан сиды. Дегенмен сүйегі қатып, 30-ын қайта омыраулап орталаған әйел үшін бала табу оңай шаруа емес. Оның үстіне тұла бойы тұңғышы, алдағы күннің қалай боларын ойлап, уайымдаумен болды. Сол күн-ақ оның қабағы кіржиіп, оқтын-оқтын 2 бүктеле ішін ұстап, толғақ қысқанын сезген Есен баласын көршісіне табыстап, өз көлігімен ауруханаға жеткізді. Адам аярлық әйелінің түріне қарап, отыра алмасын сезді ме, әлде баласын ойлады ма, Есен түн ортасы ауа үйге қайтпақ болды. Қабылдап алған бұйрабас дәрігердің қалтасына шытырлаған көк қағазын тоғытып жіберіп, әйеліне жақсы қарауын өтінді. Бұл сияқтылардың талайын көрген қайыстай дәрігер қалтасына қарамай-ақ, ертеңгі тойдың көйлегі дайын екеніне езу тарта, түксиген жүзі шаттанып сала берді. Шыға бере соңынан ілесе шыққан толықша келген Аққұба медбикенің де көңілін қалдырғысы келмей, қызыл қағазды қолына қыстыра салды да, қалтасын қарманып, сым тетігін жазып тұрып, өтінем, осыған хабарласыңызшы, Құрманбай Гүлайым, менің келіншегім, сүйіншіңізді берейін. Әлбетте, еш уайымдамаңыз, өзім хабар берем, одан да сүйіншіңізді жақсылап дайындай беріңіз, деп қутың ете қолындағы қызыл қағазға көзі жайнап бір қарады да қалтасына тоғыта жіберіп, келесі есікке кіріп кетті. Таң бозамықта үйге жеткен Есен есік ашып, аяқ киімін шешуге еңкейе бергені сол еді, қалтасындағы сым тетігі әуендете жөнелді. Алло, Құрманбай Есен? Иә, мен. Сүйіншіңіз дайын ба? Құттықтаймын. Шекесі торсықтай, толағайдай атқа мінеріңіз дүниеге келді. Не дедіңіз? Ұлды болдыңыз дейм. О, жаратқан, мыңда бір шүкір, арманым жоқ. Алло, сіз... Әрі қарай ештеңе естімеген соң, сым тетігін тастай сала, кірген ізімен іле-шала қайта шықты. Түнімен көз шырымын алмағанын да, жердің көк мұз боп жалтырап жатқанын да, тіпті Ерасылын да ұмытып, көлігін от алдырып, асығыс жолға шығып кетті. Жарты сағаттық жер ұзарып кеткендей жете алсайшы. Ұлды болдыңыз дейме? Ұл менен де із қалады екен-ау. Мен әке болдым, шын әке болдым ба? Түсім болмас екен осының бәрі. Менің енді 2 ұлым бар. Өзі кімге тартқан екен күшік? Кімге тартсын? Маған, өзіме тартады да. Иә,
маған тартқан шығар. Сол сәтте күте тұрмадым ба? Неге шығып кеттім? Қазір құшағым алып, жұмақ иісіндей тәтті иісінен иіскерем. Байғұс шешем көре алмады ғой, арманда кетті. Қайран шешем, менің бақытты сәтімді көргеніңде. Есен іштей күбірлеп келеді. Ағыл-тегіл тоқтаусыз жылап келеді. Қуаныштың көз жасы ғой бұл. Еркек болып алғаш егіле жылағаны бұл. Көзінде жас, езуінде күлкі. Кенет дүние төңкеріліп кеткендей, көз алды тұманданып, аузына жылымшы бірдеме келгендей болды. Әуелгіде ештеңе пайымдап үлгермеген оның қуанышқа толы жанары жұмыла берді. Астындағы көлігінің екі аударылып тоқтағанын да, әйелінің өзіне қоймай қоңырау соққанын да, қиқулап жеткен жедел жәрдем көлігінің даусын да естіген жоқ. Тек құлағына іңгәлеген періште сәбидің үні ғана келеді. Әлдегім ақ жаулықпен маңдайын сүрткендей, таныс иіс танауына келгендей болды ма, есінде жоқ, талықсып кетті. Ал таяқ тастам жерде бұны ең қымбат екі бірдей аяулысы күтіп отыр еді. Ана бейітіне ат басын бұрмағалы да біраз жыл өткен екен-ау. Жанымда болмасаң да жадымдасың, жан анашым. Ұрпағыңмен мың жасайсың сен енді. Сенің үкілі үмітіңе оранған ақ арманың орындалды. Игіліктің ертегеші жоқ деген, жақсылықтың кештетіп болса да жететіні осы шығар, кім білсін. Бүгін міне қабырыңның басына келіп, өзіңе құран бағыштап, тіршілігіңде көре алмай кеткен немереңді алып келіп тұрмын. Сенің шырағың, менің тұяғым, бір уыс топырақ салдыртып, өзіңе көрсету үшін басыңа келіп тұрмыз, апа. Мынау міне немерең, деді. Жасқа ашыланған жанарын баласына көрсеткісі келмей, жүзін теріс бұрған күйі баласына топырақ салдыртқан ол. Үстінен ауыр жүк, үлкен міндет түскендей еркін тыныстап, жеңілдеп сала берді. Ұлының топырақ алақанын қаға бере, оның қыдығы келіп, қолын тартып ала, шықылықтап күлгеніне еріксіз мырс етті де жадырап сала берді. Құран оқып, бет сипап болған соң, әкелі балалы екеуі бейіт басынан ұзай берді.